примерде бізде ну лифт деп қабылдаңыз. Лифт мынандай троста ілінген, ішінде адам, мынау лифттің асты. Определите площадь поперечного сечения стального троса. Мына трос қаншалықты қалың болу керек, чтобы лифтті и адамның салмағын спокойно көтеріп тұру үшін дейді, который будет выдерживать нагрузку лифта, учитывая постоянную нагрузка. Сол вес лифта дейік 3 килонewton, переменная нагрузкамыз адамның салмағы болсын, который 2 килонewton болады. Характеристика прочность стали, предел текучести стали мына тростың 500 ньютон миллиметр квадрат немесе 500 мегапаскаль. Коэффициент безопасности 1.35-ті постоянный нагрузка қолданайық, временныйға 1.50 алдыңғы сабақта айтқан сияқты, и коэффициент безопасности прочности для стали 1.15 для стали деп алайық. Видеоны паузаға қойып өздеріңіз шешіп көрсеңіздер болады. Мына жерде шешімі. Біз давайте бірінші расчетный нагрузкалар табамыз. Расчетный нагрузка бізде FD дизайн тең болады коэффициент безопасности для постоянной нагрузки, постоянная нагрузка, коэффициент безопасности временная нагрузка, сама временная нагрузка. 1.35-ті 3 килонewtonға көйтеміз, 1.50-ді 2 килонewtonға көйтеміз. Максимальный лифт қабылдайтын, сол бағана стальной трос қабылдайтын күш 7.05 килонewton деп алайық. Енді расчетная прочность стали табайық. Расчетная прочность стали білеміз формула бойынша предел текучести прочность материалға бөлеміз. Бізде предел текучести 500 мегапаскаль, 1.15-ке бөлсек 435 ньютон миллиметр квадрат немесе 435 мегапаскаль. Ньютонмен есептеп, мегапаскаль деп ньютонмен қалу, өткен мына жерде ньютон екеуі бір-бірімен қысқару үшін бір неде болған дұрыс. А так ньютон миллиметр квадрат тот же самый паскальға 1 к 1 переводиться етіледі. Енді расчет поперечного сечения табайық. Расчет АС сол стальның поперечный сечение қалыңдығы тең болады. Бізде расчетная нагрузка бөлінген прочность материалы. Расчетная нагрузка біз көрдік 7050 ньютон, бөлеміз 435 прочностьна 16,2 миллиметр квадрат шығады. То есть стальның толщинасы осы поперечный сечениядан кемінде осы болу керек, или выше деген мағына. И келесі тағы бір мысалды қарайық.